Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін фриді жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бұл фриді қазіргі таңда кішкентай балалар өте қатты жақсы көреді, тіпті үлкендерге дейін сүйсініп жейді. Сондықтан үй жағдайында жасап көріңіздер. Кәдімгі сатып алып жүрген фриден ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шығады. Мен сияқты молынан жасасаңыздар да болады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Ең әуелі картопты жақсылап жуып аламыз. Әсіресе салқын суға 3 реттен кем жумаңыздар, өйткені құрамындағы крахмалды кетіру үшін солай 3 рет жууымыз керек. Мен сияқты соломка етіп турағанымыз дұрыс. Картопты турап жатқан кезде қалыңдығы тым қатты қалың болып кетпесін, соны ескеріңіздер. Видеодағыдай солай барлығын турап бөлек ыдысқа салып аламыз. Майлықтың үстіне бүкіл картопты жайып жатырмын, өйткені картоптың суы бізге кетуі керек, сондықтан осылай майлықтың үстіне барлығын жайып, оның үстінен құрғақ салфетканы жауып, үстінен осылай басып шықтым, суын өзіне тартып алды. Міне картопты толығымен кептіріп алдық, енді пісіріп аламыз. Қызып тұрған майға аз-аздан картопты салып пісіруіміз керек. Ең бастысы фриді пісіріп жатқан кезде қызып тұрған майға саламыз, сосын оттың астын біраз төмендетеміз. Орташа отта пісіреміз. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Ең бастысы майға фриді салған кезде көп мөлшерде салудың қажеті жоқ. Фриді аз-аздан салып пісіріп алуымыз керек. Қызарып бастаған фриді сүзіп алып басқа ыдысқа саламыз. Біздің фрейіміз дайын. Осындай қалыпқа енеді. Біздің фрей дайын. Аздап қана тұз қоссаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Олай болса, мені қолдап лайк басып, комментария жазыңыздар. Ең бастысы, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.